Жаһан жаңалықтары биыл таяу шығыстың бірқатар елі құрғақшылықтан зардап шегіп отыр. Олардың қатарында Түркия да бар. Анадолы еліндегі су қоймаларында су деңгейі күрт төмендеп, үлкен қалаларда ауыз суды қолдануға шектеулер қойыла бастады. Мамандар тұрғындарды суды қатаң үнемдеуге шақырып отыр. Бауырлас елдегі шетін мәселе туралы Түркиядағы тілшіміз Айдос Әшімұлының материалында. Түркияда биылғы жаз ыстық әрі құрғақ болды. Әдетте жаңбырлы болатын, күз мезгілінде де жауын шашын мардымсыз. Осының кесірінен ірі қалаларда су тапшылығы сезіле бастады. Мәселен, Стамбул қаласын ауыз сумен қамтып тұрған туғандарда тек 19% ғана су қалған. Бұл алып мегаполиске тек 40 күнге жетеді дейді мамандар. 85 миллионнан аса халқы бар Түркия әлемдегі суды ең көп тұтынатын елдердің бірі. Сондықтан биылғы құрғақшылық халыққа ауыр тиіп тұр. Су тапшылығын азайту үшін Анкара, Измир және Бурса қалаларында ауыз су уақытпен беріле бастады. Тұрғындарда тіршілік нәрін үнемдеу өте маңызды екенін айтады. Hem özel çalıştığım yerde hem kendi evimde. Мен әрдайым суды үнемдеп жүремін. Үйдегі судың қысымын да азайтып қойдым. Балаларыма үнемі ескертіп, суды ысырап қылмауларын қадағалап отырамын. Özellikle belediyelere söylemek istiyorum. Күн сайын таңертең әкімдіктің техникасы көшелерге су шашады. Қазіргідей тапшылық кезінде бұл керек емес деп ойлаймын. Суды үнемдеуді биліктегілер өздерінен бастауы қажет. İnsanlar yapmış. Құранда да ішімдер, жеңдер, бірақ ысырап қылмаңдар деген бар. Алайда көп адамдар суды қалай болса солай ағызып, рәсуа қылады. Ақшасын төлеп отырмын, сондықтан қанша жұмсасам да өзім білемін деп ойлайды. Бұл қате түсінік. Су бәрімізге ортақ құндылық. Стамбулға ауыз су беріп отырған 10 тоғанның барлығында су мөлшері күрт төмендеп кеткен. Кейбірі тіпті құрғап та қалған. Бұл соңғы 10 жылда болмаған жағдай. Мамандар бұған суды шамадан тыс қолдануған емес, ғаламдық климаттың өзгеруі де кері әсер етіп отыр дейді. Tüm bu veri analizleri sonucu Әлем елдері қазіргі ауыз су қорларын сақтау үшін бірлесе әрекет етпесе, алдағы 20 жылда су табу мүлде қиын болмақ. Климаттың өте жылдам өзгеруі маусымдардың орындарын ауыстырып жатыр. Сондықтан Түркия кәріз суларын қайта қолдану жобасын қолға алды. Қазіргі таңда кәріз суларының 4,7% ғана кәдеге жараса, 2030 жылы бұл көрсеткішті 15%-ға жеткізбек. Ресми санақ бойынша 16 миллион халық тұрады делінген Стамбулда, бейресми дерек бойынша адам саны 20 миллионнан асып кеткен. Бұл да су қолдану деңгейіне әсер етіп отырған факторлардың бірі. Биыл жаз күз айларында мегаполис халқы рекордтық мөлшерде, яғни күн сайын 3 миллион 700 мың текше метр су қолданған. Егер жағдай осылай жалғаса берсе, жақында Стамбулда ауыз су уақытпен беріле бастауы мүмкін. Айдос Әшімұлы, Қазақстан ұлттық арнасы, Түркиядан.